Сәлем достар, сіздермен бірге мен Құралай Орынбасарова. Бүгінгі видеоблогта біз сіздермен бірге тағы да торт пісіретін боламыз. Бүгінгі торт ол өте шоколадты торт. Біз бүгін Whippy тортын әзірлейтін боламыз. Грамм сүтке 10 граммдай лимон сығындысын құямыз, яғни лимон соғын шырынын. Араластырамыз. Біз ыдысымызға 100 грамм какао және 350 грамм ұнды ситодан өткіземіз. Яғни үнелегіштен өткіземіз. Көріп тұрсаңыздар, көбінде какаодан осындай ірі бөлшектері шығады. Араластырамыз. Біз және де сразу ванилинмен разрыхителімізді қосамыз. 250 грамм сармайды миксерлейміз. Оған біз 210 грамм қант құямыз. 2 жұмыртқа саламыз. Лимон шырыны араласқан сүтке біз кофемізді құямыз. Біз кезектесіп салып отырамыз, яғни біз смесімізден құямыз жартысын, сосын жарты ұнды саламыз. Қайтадан кофемізді құямыз, ұнымызды саламыз. Формамызды пергаментный бумагаға саламыз, орнатамыз. Біз тестамыздың 1/3 бөлігін пісіреміз. Алдын ала 180 градусқа қыздырылған пешімізге тортымыздың қабығын саламыз. 20-25 минут пісіріп аламыз. 6 печеньеге жететіндей қамыр салып аламыз. Біз 6 бірдей печенье саламыз. Егер сіз размерлерін әртүрлі қылып аламын деп қорықсаңыз, пергаментный бумаганың астына дөңгелек шеңбер сызып алсаңыз болады. Біз қамырды көп алып қойғандықтан бізде 10 печенье шықты. 600 грамм қаймақты миксерлейміз. Ванилин қосамыз. Сахарный пудра қосамыз. Бізге кремінің қою еместігін былай көруге болады. Яғни, былай алған кезде миксерді науысы тамбаса, демек біздің креміміз бізге жетерліктей қою деген сөз. Коржымыздың бетін түзеулейміз. Кондитерлік мешокқа кремімізді саламыз.
Біздің алдын ала дайындалған печеньелерімізді орнатамыз. Осымен біздің уфипай тортымыз дайын. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет, әдемі шықты. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.